Қайырлы таң дейміз біздің арнамызға қосылған көрермендерімізге. Бүгінгі күннің сауалын тағы да естеріңізге сала кетейін. Дұрыс тамақтанып жүрсіз бе атты сауал аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Бізге қоңырау шалып өз ой-пікірлеріңізді білдірсеңіздер мархабат. Ол үшін 45-38-00 номері. Біздің студия төріне кезекті қонақтарымыз келіп қалыпты, қонақжай қонақтарымыз. Олай болса, Шарапат, таныстыра кетсеңіз. Таныстырып өтсек, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымының магистрі, бірнеше зерттеу еңбектері мен ғылыми мақалалардың авторы Кусеева Салтанат Жұмабекқызы және де аталған білім ордасының 11 сынып оқушысы, облыстық республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы Рахманқұл Бағдаулет Қуанышұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күй қалай? Қош көрдік. Таңғы көңіл күйіміз өте тамаша. Бүгін бір ерекше өзі тарихи күн болып тұр деп есептеп отырмыз. Сіздерді көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі күннің сауалы бізде дұрыс тамақтанып жүрсіз бе деген атты сауал аясында. Ең алдымен содан бастасақ, өздеріңіз дұрыс тамақтанасыздар ма? Әрине дұрыс тамақтанамыз. Ас адамның арқауы дейді. Дұрыс тамақтану денсаулыққа өте пайдалы. Қарның ашқан кезде ғана ол тамақтану ол денсаулыққа өте зиян. Соны ұстана отыра өзім режиммен тамақтануға тырысамын. Бәрекелді. Дұрыс айтады Бағдаулет. Жалпы пайғамбарымыздың өзі береке бірліктің бәрі астың ортасында дейді. Дегенмен Құранда ішіп жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер дейді. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, әлемнің әр 4-ші адамы семіздікпен күресуде дейді. Дегенмен де халықтық тәрбиені өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан таңғы асты тастамау, кешкі асқа қарамау әдебін біздің халқымыз ұстанады деген ойдамын. Себебі қарап отырсаңыздар, біздің осы ұлттық тағамдарымыздың құнарлығының молдығының өзін сол уақыттан бері, бағзы заманнан бері ата-бабаларымыздың өзі дәріптеп қарап отырсаңыздар, таңғы ас тәңірден деп кез келген ас ауқатты үйден тамақтанып кетуге жаугершілік заманда. Бірақ кешкі уақытқа қарай асты ішпеудің өзін көбісі жаңағы ғылыми тұрғыда асқазанымызға салмақ түспесін деген негізде айтып жатады. Ал жаугершілік көшпелі заманда біздің ата-бабаларымыз осы таңғы астан кейінгі бүкіл біте қайнасқан тіршілігінің, тұрмыс тіршілігінің келесі бір бағытқа ауысуын, жаңағы көшіп қонуын, өздерінің бір жұмысының жүйеленуін сол көңілінің, назарының кешкі асқа ауып кетпеумен байланыстырады. Дегенмен де таңертең тұрып суды өзінің мөлшерінде ішіп, одан кейінгі таңғы асты қалдырмай өзінің күнделікті режимін қалыптастырып жүрген адамның тәні де, тәнімен қоса жаны да сау болады деп ойлаймыз. Бәрекелді. Енді Бағдаулетке сұрақ қойсам деп едім. Жалпы қазіргі уақытта ата-ананың қасындасың, дұрыс тамақтану режимін сақтанудасың. Ал енді Алла бұйырса 11-ші сынып оқушысың. Үлкен өмірге жалпы аяқ басасың. Ал студенттік шақта дұрыс тамақтану режимі бұзылады деп ойлайсың ба? Бұзылады деп ойламаймын. Себебі ол жақта бір тұратын нағашыларым жақта тұрамын деп отырмын. Ол жақта да ондай аса дұрыс тамақтану режимі бұзылмайды деп ойлаймын. Домбыраның жақсы ағашынан жиынның жақсы болуы нағашыдан дейсіз. Жалпы енді аталған білім қабырғасында енді елімізге белгілі, бүкіл әлемге белгілі осы карантиндік режим орын алған болатын. Жалпы сол уақытта, сол кезеңде осы аталған білім ордасы қандай жұмыстарды атқарды және қандай жұмыстар орын алды? Олы дана бабамыз Әл-Фарабидің сөзі бар. Тәрбиесі берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Білім бұл көп жағдайда біз ғылым мен білімді шатастырып жатамыз. Негізінен осы ғылымның іргесінде, білімнің іргесінде ғылым жатыр, ал ғылымның іргесінде тәрбие жатыр. Біз екеуін қатар алып жүру мақсатында ол тек қана біздің мектепте емес, жалпы білім саласы болсын, ғылым саласы болсын, халықтық дәстүрді, ұлттық құндылықтарды, болмысымызды балалардың бойына игерте отырып, соны сіңіре отырып, көп жағдайда оқуды қосалқы меңгертіп отырамыз. Оның ішінде енді Абайдың жақсы сөзі бар ғой, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл еңбек қылуға.
артық білім кітапта оқып, талмай оқып үйренуге дейді. Қарап отырсаңыздар, пандемия жағдайы деп басқа жаңағы тек қана бір сылтау ретінде сырып қоймай, біздің мектебіміздің өзінде осы балаларды көркем шығарманы оқуға, көркем әдебиетті оқуға баулуға мақсатында біздің мектебімізде талаптың мініп тұлпарын кітап оқы ұрпағым деген үлкен жоба өтіп отырады. Оны біз белгілі бір кезеңдерге бөліп, жаңағы 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға арнайы алдын ала кітаптардың тізімін ұсына отырып, балалардың сол кітаптың мазмұнын меңгеруі, идеясын ұғыну мақсатында әр жаңағы аптаның бейсенбісі күні жиналып, енді барлық сақтық шараларын сақтап, қазіргі таңда бір 5-6 оқушыдан жиналып, одан кейін видео өздерінің түсіріп, сол шығарманың мазмұнын түсіну мақсатында түсіріп жіберген видеоларынан соны сарапшылар отырып талқылап, балалардың осы көркем әдебиетті оқудағы үлесі қандай, қызығушылығы қандай, соны насихаттап, жыл соңында үздік оқырман деген номинация беріп, балаларды өз кезегінде мектебіміздің демеушілері тарапынан үлкен қомақты сый сияпаттармен жаңағы ынталандырып жататын өзіміздің жақсы үрдісіміз бар. Сонымен қатар мектебімізде жас ұлан ұйымы бар, сонымен қатар жас қаламгер, шешендік өнер дейміз. Жалпы осы ғылым мен техниканың қарыштап дамып кеткен заманында оқушыларымыз көп жағдайда қарап отырсаңыздар, техникаға қарай бет бұрып кеткен. Бұл жағдайда біз Бауыржан Момышұлының жақсы сөзі бар ғой, тек қана өзің біліп қана қоймай дейді, өзіңнің іс тәжірибеңді, біліміңді ортаңа таратып жүрсең, міне ғылымның пайдасы, ұшқыны осында дейді. Яғни біз сол осы жаңағы аталып өткен үйірмелерге балаларды баули отыра, күнделікті қызықтыра отыра, олардың бойына бір теңізге тамған тамшыдай болсын, өз үлесімізді қосып, Абай атамыздың дәріптеп кеткен, Абай атамыздың насихаттап кеткен толық адам болу жаңа концепциясына негізделген осы үрдісті жалғастырып, бір болмысына, жақсы тұлға болып қалыптасуына өз үлесімізді қоссақ деген ниетте көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатқан жайы бар. Бәрекелді. Енді менің сұрағым осы, ұстаз болу адам баласына өте үлкен бір жауапкершілік сыйлайтын саланың бірі ғой. Осы ұстаз болуыңызға не түрткі болды? Әлде балалық арман? Дұрыс айтасыз. Негізі ұстазға, осы ұстаз мамандығына келуде адам бірінші үлкен өзінің жүрегінің түкпірінен, жаңа ілкіде жатқан бір болады ғой адамда бір өзінің қасиетін бағамдай алып, бойындағы қасиеттерін жаңағы өзі көре алып, одан кейін ғана бару керек деп ойлаймын. Себебі үйіңдегі бір алдыңда отырған 2-3 балаңды емес, бүкіл ұлтты, ұлысты, қоғамды тәрбиелейтін мамандық болғандықтан, әр адам өзі жауапкершілікпен келу керек деп ойлаймын. Енді менің ата-анам ұстаз болғандықтан, әкем тарихшы, анам биолог, сол кісілердің жолын қуып, мен де жаңағы ұстаз мамандығына келдім десем, артық айтпағандық болар еді. Бірақ осы 6-7 сынып оқып жүрген кезде, өзім өлең жазып, шығармаларымның бір топтастырып жүргеннен кейін, мен өзімнен бір өздеріңіз секілді журналист, жаңағы болашақта бір журналист шығады, не болмаса осы газеттің бір тілшісі шығады деген секілді ойда болғанмын. Бірақ ата-ананың тілегі, ата-ананың жаңағы балаға деген ниеті, ол бәрібір айналып келген кезде сол тілек қабыл болып, жаңағы Алихан Бөкейхановтың сөзі бар ғой, ұлтқа қызмет ету ол мінезден дейді. Сол өзіміздің ата-анамыздың қасиеттері біздің бойымызға дарып, қазіргі таңда осы мамандықты, оның ішінде қасиеті бар, жаңағы өзінің жауапкершілігі мол мамандықты өзіміздің қазіргі өмірімізде қолданып, жаңағы халықтың пайдасына қызмет етіп жүрген жайымыз бар. Жалпы ұстаздық, өзіңізге ұстаздық дарын ананың ақ сүтіменен, әкенің қанымен келген. Дұрыс айтасыз. Енді өзіңе сұрақ. Енді Алла бұйыртса, енді жаңағыны айтып өттік қой, жаңа өмірге қадам басасың. Яғни осы ересектердің өміріне, мектептен кейінгі қандай мамандық иесі болу жоспарда бар? Және де облыстық, қалалық, халықаралық, республикалық
осы жарыстардың, байқаулардың осы жүлдегері деп атап жатырмыз. Сол байқауларды атап өтсең. Мен өзім мектептен кейін сіздер ұқсап осы журналистика бағытына бет бұрып отырмын. Қатысқан жарыстарымды атап өтетін болсам, республикалық Абай жаққан бір сәуле атты байқаудың 2-ші орын жүлдегерімін. Алматы қаласында болды. Одан да бөлек көптеген байқауларға қатыстым. Біраз байқаулардан жүлделерге иеленіп жүрмін. Енді әр байқауға шығар кезде, сахнаға шығар кезде, әр ақындың, жазушының өлеңін оқитын кезде іште бір сезім болады. Осы бір өлеңді осы халыққа, әділ-қазы мүшелеріне жеткізе алам ба деген. Ондай ішкі толқыныс өзіңде жиі орын алып тұрады ма? Әрине, ол кез келген ақында, кез келген сахнаның өзінің бір кезі бар ғой, шығатын кезде бір қобалжисың, толқисың. Осы бір өлеңді бір ұмытып қалмасам екен деп бір сондай ойлар болады. Бірақ сахнаға шыққаннан кейін ондай бәрін ұмытып кетесің. Енді өзіңе қолқа салсаң, биыл өзің білесің, ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы. Енді қаламызда, жалпы өңірімізде неше түрлі челлендждерде орын алып жатқаны белгілі. Енді қолқа салсақ, Мұқағалидың бір жақсы өлеңін оқысаң, көрермен назарына. Мұқағали Мақатаевтың «Өкінбеймін» деген өлеңін оқып берейін. Өшем деп өкінбеймін, жыламаймын, жыласам да жұбат деп сұрамаймын, қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтайын, тағдырын бер құралайдың. Тағдырын бер, тағдырын құралайдың, қашан атып алғанша құламаймын. Сусындатып тұп-тұнық тау бұлағы, жанарымда жайнаған тұнадайдың. Сайраңдаймын, сайларда қырдасамын, сыңсыған ну орманмен сырласамын, қарауылға іліксем ілігейін, құзғын ұқсап келмейді мың жасағым. Өшем деп өкінбеймін, қайғырмаймын, өткен өшті, енді оған қайрылмаймын. Қыранда, құралайда болмақ емен, атымнан адам қойған айрылмаймын. Арпалысып жүргенде өмірменен, қайғайдаға әкетпес көңілдеген, өлсем, өлем өзімнің жерімдемен, қалсам, қалам өзімнің елімдемен. Мұңаймаймын, сондықтан көңілденем. Бәрекелді. Енді өзіңнің естуіміз бойынша ақындық өнеріңде бар екен. Ең бірінші ақындық неден басталды? Ақындық, мен оны бір 10 жасымда бастадым ғой. Не түрткі болды ақындық? Ақындыққа мынау ұстаздардың әсіресе өте септігі тиді деп айтсам да болады. Осы бір ақындарға еліктеп, бір ақындардың өлеңін оқығанда өзімді соларға ұқсағым келіп, сондай бір сезім болады адамда, соларға ұқсағым келді ақындарға. Енді айтып отырыңыз. Шарафат мырза, мына жақта осы орайда айтып кетейін деп отырмын. Бағдәулеттің көп қырынан байқайтыным, біз тек қана бір кітапханадан балалар кітап алып оқыса, соны үздік оқырман деп жатамыз, кітапқа қызығушылығы бар деп байқаймыз ғой. Енді Бағдәулеттің болмысынан көріп отырсыздар, өзінде бір бойында салмақтылық, жинақылық бар. Көп жағдайда Бағдәулеттен қарап қалсам, бір қағаздарға жазып алып, дәптерінің ұрышында шимайларын түртіп отыратын кез бар өзінің. Сол қырын ең бірінші анасы байқап, өзі ұжымда жұмыс жасайды. Жаңағы балаға әрқашан ең бірінші анасы тілеулес болады ғой. Сол жарыстарға қатыстырып, одан кейін мектебіміздегі барлық қандай жарыс болмасын, ең алғы шептен біз үнемі Бағдәулетті көріп отырамыз. Бірақ жаңағы ақынға қара сөзден өлең оңай дейді ғой. Көп жағдайда Бағдәулеттің бойындағы мінезі жаңағы ашылуына бір кейде жаңағы септігі болмай жатса да, бірақ өзінің дәптеріне жазған, параққа жазған құнды өлеңдерінен біз Абайдың ізін жалғаушы ретінде, Мұқағалидың ізбасары ретінде бір үлкен жаңағы болашағынан үміт күттіретін ақын ретінде Бағдәулетті байқаймыз. Себебі өздеріңіз жаңа таныстырып өттіңіздер, облыстық, республикалық, жаңа халықаралық байқаулардың жүлдегері деп. Тек қана өлеңге ғана емес, интеллекті жағынан да, білім жағынан да әртүрлі олимпиадаларға қатысып, бақ сынап, соның ішінде мәнерлеп оқуға, көркем сөзге өзі жиі ден қойып, соны дамытып жүрген жайы бар. Енді тек қана кітаптан емес, өзі де бізге жаңа әлеуметтік желілерде өзі өлеңін оқып, дыбыстап, соны көпшілікке ұсынып өзі отырады. Бәрекелді. Енді біз оқушы кезімізде осы ұстаздарды арнайы бөліп отыратынбыз.
балалық енді қиял ғой. Енді ересек кезінде ол бірте-бірте ұмытылып кетеді. Енді анау мұғалім маған дұрыстап сабақ берсе, анау мұғалімнің орны бөлек деймін. Енді қасындағы мұғалім қатал емес. Қаталдық қырын қалай байқауға болады? Қатал емес, қатал болатын кезінде қатал болады, былай ұрсатын кезде ұрсып та алады. Қатал емес былай. Енді бұны сұрап отқан себебім, енді бұрынғы ата-аналарымыз еті сенікі, сүйегі менікі деп айтады. Ондай ата-аналарымыз жиі кездесе ме? Өте дұрыс айтасыз. Негізі, мынау қазіргі заманда, техника қарыштап дамып тұрған заманда, баланы ата-анадан көрі теледидар тәрбиелеп жатқан, әлеуметтік желі, телефон тәрбиелеп жатқан заманда, ол мұғалімнің, ата-ананың баласын мұғалімге сеніп тапсыруы әлбетте бұл бір бұзылмайтын ереже, жаңағы қате кетпейтін қағида деп ойлаймын. Себебі ата-аналар үнемі бізбен байланыста бола отырып, өзінің баласының бойындағы, енді таңнан кешке дейін жұмыста болған ата-аналар баласының бойындағы қандай қасиеттер үйінде қырынан көрінбей жатты, соның өзін бағамдап біліп отырады. Мысалы, бір оқушылар болады, мектепте жаңағы сурет салып, жақсы бір мінезі жағынан қырынан көрінгенмен, үйінде өзінің отбасында бір тұйықтығы бар, ішінен жаңағы жасырып жүретін. Бірақ біз ең бірінші кезекте тек қана адам жанының, бала жанының бағбаны ғана емес, сонымен қатар оқушыларымызбен жанымыздағы сырлас та болуға, дос болуға, ол баланың жанын ұғынуға тырысып отырамыз. Себебі мынау Мағжан Жұмабаев айтады ғой, баланың ішкі өзінің тынысына, ішкі жүрегінің болмысына үңілмей жатып, ол білімді ары қарай алып кету мүмкін емес деп. Егерде Бағдәулет баламыздың бойындағы, шәкіртіміздің бойындағы ары қарай қырын дамытып, өзіміз қолдау білдіріп, жарыстарға баптамасақ, не болмаса олимпиадаларда, басқа да тағы өмірдің қырына бір жол кішкентай болсын салып бермесек, ол баланың бір дамуында шегініс болады. Ол өмірдің заңдылығы шындығында келген кезде. Ал балаға дем беру арқылы, тек қана бағбаны болмай, сырласы, досы болу арқылы, біз балаға бір ұлы даңғыл жол салып береміз деп ойлаймын. Жаңа қаталдық деп айтып жатсыздар ғой, мұғалімге әрине қаталдық та керек, бірақ қаталдықтың артында зіл болмай, оған жанашырлық танытып, өзінің жеке тұлға ретінде бір құрметпен қарап, осы оқушыларымыздың әрқайсы біз мүмкін оқушылар бөле жара өзінің бір сүйікті мұғалімі бола жатар, бірақ біздің алдымыздағы әрбір оқушы бұл ұлттың перзенті ретінде қараймыз біз. Өзіміздің баламыздай қарап, сол баланың жанарында мұң, бір көңілінде құлазу, жүрегінде дақ болмаса екен, әрдайым күннің нұрындай шуағын шашып, бір қуатты болып өссе екен, сауатты, жаңағы дені сау болып өссе екен деп, тек қана бір жақты емес, қазіргі рухани жаңғырудың әр тармағында айтылады ғой, жан жақты бір ұлтқа қызмет ететін, ұлт көшбасшысы болатындай, толық адам болып қалыптассын деген ниетте баланы жан жақты тәрбиелеп, бағбаны болып отырамыз. Бәрекелді. Енді осы орайда, осы тұрғыда сізге сұрағым, қазіргі оқушылар мен бұрынғы оқушылардың айырмашылықтары бар ма? Енді бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың айырмашылығы дегенде, қазіргі таңда балаларға қандай жағдай болсын, қай бағытқа, қай салаға барам демесін мүмкіндік өте көп. Себебі қаламыздағы үйірмелер, спорт үйірмелері, ақындық мектептер, өнер мектептері балаларға көп жол ашып беріп отыр. Себебі бұрынғы кезде, мысал үшін, біз жаңағы домбыра үйірмесіне ғана қатысып, ауылдың өзінде дирижер ағайларымыз, музыкант ағайларымыз келіп, соған күнделікті жазылып, ол кісінің алдына жаңағы бару үшін көптеген өзіміз соған құштарланып, талпынып отыратын болсақ, қазіргі балаларда өте мүмкіндік көп және таңдау көп. Соны өз кезегінде бала жаңағы уақытында дер кезінде байқап, өзінің бойындағы қасиетін шығара алса, онда ол баладан, ол шәкірттен жақсы бір оқушы шығады деп ойлаймыз. Мысалы, көп жағдайда біз физикаға қызығатын баланы неге әдебиетті оқымайды деп жатамыз. Себебі оның бойында физикаға деген қызығушылық бар. Ол оны түпкілікті зерттеп, жан-жақты жаңағы байыппен қарап,
сол ғылымның түбіне жетсем деп ойлайды. Мысалы, Бағдәулеттің өзі өлең жазады, жаңағы шығармаларды оқуға, талдауға деген ниеті бар деп отырмыз. Бірақ мен Бағдәулеттен көп жағдайда тарихты, математиканы мысалы үшін талап етпеуге тырысамын. Себебі сол бір саланың өзінің шеңберінде тек қана сол саланы жете енді меңгеріп қою деген аз, бірақ та басқа саланың өзін, басқа білім ғылымның саласын меңгере отырып, бірақ өзінің түпкілікті жүрегінің түкпірінде жатқан мамандыққа деген құлшынысын арттырып, мынау ақындық өнерінің өзін дамытып жатса, ол құба-құп біздің мемлекетімізде, біздің жаңағы Нобель сыйлығын алатындай, үлкен үркер шабыт сыйлығының иегері болатындай, осы бір ақын қалыптасады деген ойдамын. Бәрекелді. Енді Бағдәулет, жақында енді ұбт сынағы келе жатыр. Енді ұбт сынағына бір ерекше дайындық керек екені белгілі. Өзіміз жалпы ұбт сынағына дайындалған кезде алдымызға бір кісіні отырғызып қойып, маған сұрақ қойшы, мен жауап берейінші деп қатаң дайындалатынбыз. Енді дайындық барысы қалай? Қазір енді ұстазың айтып отыр, әлеуметтік желінің қарыштап дамыған заманы. Әлеуметтік желі өзіңе кері әсерін тигізбейді ме? Кері әсерін тигізбейді. Өйткені аса қатты смартфонды онша қатты қолдана бермеймін. Енді барлық оқушының осы 11-ші сыныпта қобалжитыны осы ұбт-ға осы бір ден қойып осы жылы дайындалып жатыр. Енді ең бірінші жоғарғы балда армандайтынымыз кез келген түлектің арманы екені белгілі. Енді шамаменен, енді ең бірінші Алланың қолында ғой барлық дүние. Қанша бол жоспарда бар. Білім аталған өзіңнің ойлаған білім қабырғаңа түсу үшін қанша бол жеткілікті екен? Ол балды бүйтіп атап айта алмайсың, бұйырғанын аламыз. Бәрекелді. Енді біз осы мектеп кездерінде 11-ші сынып болмасын 9-дан бастап мамандық таңдау баланың бір шат-шадынан миын ашту болып табылады. Өзіңіз енді осы тұрғыда қай кезден бастап осы журналистика саласына, осы әдебиет саласына бет бұрып өзіңіз не істедіңіз? Әлде бір сізде де бір толқыныс болып, мына жақтан барсам, физиканы таңдасам, жоқ мен мына жаққа бармын деген секілді. Ол міндетті түрде болады әр балада. Өйткені бір тарихқа да отқып кетіп, жылдың соңында ғана әйтеуір мұғалімдердің ұрысы да бар сол кезде. Бір сабаққа тоқталшы деген секілді. Сондай сізде болды ма? Әрине, ол кез келген оқушыда болады. Мен осы журналистика бағытын 10-шы, 11-ші осы сыныптарда таңдадым. Басында мен де бір осы милицияға қатты қызығып, бір спецназ болғым келіп, сөйтіп жүрдім. Осы 10-шы, 11-ші сыныпта журналистика бағытына бет бұрдым. Енді қазіргі таңда көптеген ата-аналарымыз енді көбінесе грант қай пәнге бөлінеді, балам сонда барсаңшы деп үйде жаймен түртпектеу басылатын. Ондай түртпектеу үйде жоқ па? Түртпектеу жоқ, бірақ та кез келген ата-ананың үміті ол біздеріміз ғой, осы бір жақсы бір грантқа оқуға түсіп кетсе екен деп. Сол ата-ананың үмітін ақтаймыз деген үміттеміз. Енді ұстазсыз шәкірт тұл дейтін қазақпыз. Енді қазіргі уақытта мақтанарлық жоғарғы деңгейдегі шәкірттеріңіздің есімін атасаңыз, ол кісілерде эфир сыртында отырып бір марқайып қалсын деген ниетпен. Енді әр баланың көзінен жаңағы нұр сәулесін көру, ол баланың бойындағы қасиетін тарту, ары қарай шыңдау, ол кез келген мұғалімнің бір басты міндеті, мақсаты деп ойлаймын. Енді өздеріңіз таныстырып бүгін алдыға алып келіп отырған Бағдәулеттің өзі әртүрлі шараларда жаңағы бой көрсетіп, алдыңғы шепте жүр деп айтып кеттік. Әр оқушының өзінің жетістігі бар. Біреу мектеп деңгейіндегі әртүрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атанып жатса, одан кейінгі аудан, облыс, республика, халықаралық деңгейге шығып жатқан оқушыларымыз біздің жүрегіміздегі, жүрегіміздің түкпіріндегі қуанышымызды одан сайын екеселеп жатады. Енді әр оқушыны жеке-жеке бұл жерде атап жаңағы бөліп жаруға болмас, дегенмен де мектебіміздегі 1000-ға жуық оқушының ішіндегі шыны керек, өзім дәріс беретін сыныптардағы оқушылардың барлығы әрқайсы өз қырынан танылып жатады. Жаңа айтып кеттім, біреу эссе жазады, біреуі өлең шығарады, біреу өзінің мәнерлеп оқумен ерекшеленіп жатады. Сондықтан да мен қазір оқушыларымды бөле жарып, атын атап, мына жақта түсін түстеп жатсам, ол бір жағынан менің ұстаздығыма сын болады.
осы орайда мен барлық мынау шәкірттерге, тек қана менің ғана емес, әр ұстаздың алдында отырған шәкіртіне тек қана мынау ұстаздың өзінің берген бағыт бағдарын дұрыс жолға қоя отырып, бірақ өзінің жүрегінің түкпіріндегі бағытқа қарай бағытталса екен деймін. Себебі біздің студент кезіміздің өзінде болды, көптеген мынау қасымыздағы құрбы құрдастарымыз, жаңағы сіз айтып өттіңіз ғой, ата-анасы қалап осы мамандыққа мұғалім болса екен, жаңағы белгілі бір мынау балабақша тәрбиешісі болса екен, не болмаса дәрігер болса екен деген студенттеріміз, білімгерлер сол оқуды бітіргеннен кейін өзі жаңағы аталған бітірген диплом бойынша жұмыс жасамай басқа салаға ауысып кеткені бар. Себебі қарап отырсаңыз, бәрібір мынау Абайды айтады ғой, ақыл қайрат бәрі кезігіп бір сайысқа түскенмен түбінде келген кезде жүректің қалауы басым түсіп жатады. Сондықтан да анау пәнді таңдағанда болсын, тек қана 11-ші 10-шы сыныпқа келіп қана таңдамай, түпкірден өзі баланың бойындағы белгілі бір қасиеті, жаңағы таланты, дарыны қалыптаса бастаған кезде баланың бойынан соны уақытылы көріп отыру, ол тек қана ата-ананың ғана емес, жаңағы ұстаздың да, баланың да бір үштік одақ болып жұмыс істейтін, атқаратын жоспары, мақсаты болу керек. Бәрекелді. Енді өзіңіздің алғашқы бір ұстаздық жылыңызды еске алсақ, қалай болды, қиын болды ма? Алғашқы ұстаздық жылым осы 2012 жылдары басталды. Сол кезде мен Алматы қаласындағы 153-ші Абдулла Розыбакиев атындағы мектеп гимназиясына жұмысқа орналасып, ол жерде басқа ұлт жаңағы өкілдер оқиды, бірыңғай. Сол кезде енді көбінесе олардың тілін қазақ тіліне қарай үйрету, меңгерту басты міндет қой. Бірақ сол жердегі кез келген баланың мен бір мектепке мен барған кезде ең бірінші жаңағы бәрі өз қолыңда деген мұғалімге блокнотпен маған сол жерде директор қалам сыйлады да, бәрі осы мектепте өзіңіздің жұмыс істеуіңіз өз қолыңызда деп. Мен сол сөздің өзі бір маған түрткі болып, жаңағы оқушыларды барынша тілді үйретуге, мынау тілді толық меңгеріп қазақ тілін, оның ішінде біздің бай жаңағы ақын жазушыларымыздың мұрасын меңгерсе екен, игерсе екен деген мақсатта түрлі дебаттарға, халықаралық байқауларға, сол Алматы қаласының деңгейінде өтетін байқаулардың бәріне қатыстырып, содан кейін көптеген оқушылардың жаңағы ризашылығын алып, тек қана оқушылардың ғана емес, осы Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін ұлттардың татулығын, достығын сақтап, осы балаларды бір қазақ тілін меңгертуге, игертуге өзіңіздің бір септігіңізді тигізгеніңіз бар деген жаңағы ризашылықтарын алып жатқан жайымыз бар. Бірақ кез келген ең бірінші қадам басқан кезде өзіңнің алдыңда тек қана қорқыныш қана емес, оның бір жағынан жауапкершілік тұрады. Мен осы сабағыма енді Алматыда білесіздер, кептеліс жаңағы Алматыда 6-дан тұрып 9-ға дейін өзіңнің жаңағы баратын мекеніңе барғанға шейін 9 болады. Сонда сағат 6-дан тұрып жаңағы сабақ 8:30-да басталса, 8-де оқушыларды күтіп тұрып, ең бірінші өзге ұлт өкілдері болғаннан кейін, одан кейін менің жаңағы үнемі сабақтарым бірінші сабаққа түсіп жататын. Сол кезде ең бірінші балалармен осы кабинетке кіре салып, қолымызды жүрегімізге қойып, әнұран айту біздің үрдісімізге айналып қалған. Сондан енді қанша жыл өтіп кеткеннен оқушыларымыз оқуды бітіріп жатты. Қазір әр салада, біреу мұнай саласында, біреуі жаңағы журналистика саласында, біреуі дипломатиялық басқа жаңағы қарым-қатынастар саласында мемлекеттік қызметкер болып жұмыс істейді. Солардың өзі қазір әлеуметтік желіден жазып жатады. Әпке бізге жаңағы кабинетке кіре салып, қолымызды жүрегімізге қойып, әнұранды айтқызып жататын едіңіздер ғой деп. Бәрекелді. Енді таңғы тілектеріңізді қысқа да нұсқа көрермендерге жолдасаңыз. Бүгінгі жұмада атырған таңдарыңыз қайырлы болсын, бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Әр қазақ білімді болсын, ғылымға ден қойған зейінді болсын. Осы бүгінгі телеарнаны көріп отырған, сіздердің арнадан біздің сұхбатымызды көріп отырған әр қазақтың, әр алаш баласының мерейі үстем, мәртебесі биік болсын дейміз. Тек қана ғылыммен, біліммен ғана біз болашаққа даңғыл жол сала аламыз.
Бәрекелденді сіздерге толағай табыстар тілейміз. Әрқашанда биіктен көрініңіздер. Ал бағыда өтке Алла бұйырса, ұбт сынағынан сүрінбей өтіп, аталған оқу орнына нағашыларының қолына баруды жазсын. Енше, қымбатты көрермендер, арнадан алыстамаңыздар, арнада әсем ән болсын, қабыл алыңыздар.